Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сазан балықтың дәмді етіп қуыру жолын көрсетемін. Каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Ең алдымен балықты жуып тазалап аламыз. Бөлшектерге бөліп, дәміне қарай тұз саласыздар. Балыққа арналған дәмдеуіш қосамыз. Қалауларыңыз бойынша зіре салып жіберіңіздер, ерекше дәм береді. Балықты тұздықтап 2-3 сағатқа бетін жауып қоясыздар. Табаны қыздырып, ішіне майды құйып қоямыз. Балықтарымыз дайын болды, енді қуыру процесіне көшеміз. Жұмыртқа, одан кейін барып сухариге салып аунатып аласыздар. Қызып тұрған майға балықтарымызды салып, қуырып аламыз. Балықты дәл осы тәсілмен қуырсаңыздар, дәмі өте керемет шығады. Балықтың екі беті де қуырылып, әдемі болып шықты. Балықтың жанына кез келген гарнир салатты қойып, дастарханға ұсыныңыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.